Сәлем достар, сіздермен бірге Нейрон. Бүгін біз эндокринді жүйенің қалыпты анатомия мен физиологиясын талдайтын боламыз. Каналда эндокринді жүйеге арналып 4 видео жүктелінетін болады. Барлық видео каналда жеке плейлистке сақталынатын болады. Кез келген уақытта қайталап көре аласыздар. Ал сіздер каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, астына комментарий жазып, лайк қалдырсаңыздар, бұл видео өзге адамдардың білім алуына септігін тигізетін болады. Олай болса, кеттік. Так, достар, бізде эндокринді жүйе екінші бөлім эпифиз, қалқанша без және де қалқанша маңы безі. Олай болса, кеттік. Бірінші эпифиз безінен бастайық. Эпифиздің топографиясы қазір суретте көріп тұрмыз кескінін. Және де эпифиз аралық мидағы эпиталамуста орналасады. Алдыңғы бөлім арқылы үшінші қарыншаға жалғасады және де циркадты ритмді реттеуге қатысады. Қазір жеке тоқталатын боламыз. Эпифиздің гормондары мелатонин және де серотонин, бар жоғы ақ гормон. Мелатониннің қызметі биоритмді реттейді, көп бөлігі түнде бөлінеді. Мұнда күндіз дейді, қате кетіпті, негізі түнде бөлінеді. Түн мен күннің ауысуын реттеуші, күндік ритмді басқарушы. Организмді ұйқыға бағдарлап, басқа жүйелердің жұмысын байлатады. Мынаны жақсылап есте сақтаңыздар. Қазір жеке тоқталатын боламыз. Серотонин ұйқы мен күндізгі активті ритмді реттейді, күндіз көп бөлінеді, көңіл күйді басқарады және де өте маңызды нейромедиатор, яғни нерв жасушаларының бір-бірімен ақпарат алмасуына қатысады екен. Бұл механизмді биохимия сабағында жақсылап түсініп алуға болады. Так, қазір бұған тоқтамай қояйық, эндокринді қызметіне баса назар аударайық. Бізде мелатонин, мынандай әңгімені естіген боларсыздар, бұған дейін түнгі сағат 10 мен 1-дің аралығында маңызды гормон бөлінеді. Сол себептен осы уақытта міндетті түрде ұйқы жату керек дегенді бұрын соңында естіген боларсыздар, бірақ та қандай гормон екенін дұрыс түсінбеген боларсыздар. Енді міне шамамен туды. Түнгі сағат 10 мен 1-дің арасында бөлінеді деген гормон, ол мелатонин гормоны. Негізі түнгі сағат 10 мен 1-дің арасында бөлінеді деген кішкене қателеу ұғым, дұрыс емес тұжырым, себебі мелатониннің қай уақытта бөлінетінін ешкім анық айта алмайды, себебі әр организм ол әртүрлі жаңағы индивид, сол себептен масса сағат түнгі сағат 12 мен 1-ден кеш ұйықтамау, ал мынанша уақытқа дейін бөлінеді деп оны ешкім айта алмайды. Так вот, неге олай бұл мелатонин гормонын бөлінетін уақытын жер алмау керек деп айтады барлығы, себебі ол мелатониннің мына қызметіне байланысты. Мелатонин бізде организмді ұйқыға бағдарлап, басқа жүйелердің жұмысын байлатады. Егер түнгі уақытта мелатонин дұрыс бөлінбейтін болса, бізде күндіз түні бойы жаңағы жүйелер жұмысы активті болып тұрады. И, естественно, демалмағаннан кейін организм ол истонченный состояниеде болады. И истонченный организм болғандықтан, егер де осы процесс жалғаса беретін болса, онда біздің организміміз соңында сдавать етеді, бүкіл сбой болады, и ол орын толмас жаңағы патологияларға алып келуі мүмкін. Сол себептен түнгі ұйқының орны бөлек. Мелатонин ни в коем случае күндіз бөлмейді, күндіз кішкене ғана бөлінеді, басты жаңағы бөліну уақыты ол түнде. Вот, сол себептен түнгі ұйқының уақытын ешқашан күндізгі ұйқы орнын баса алмайды. Енді біз не істей аламыз, что мелатонин гормонын полностью жаңағы насыщаться ету үшін бізде түнгі ұйқыны нормализовать ете аламыз. Күнделікті ұйықтау уақытын бір режимде қою керекпіз. Сол уақытта бізде күнделікті мелатонин уақыты мелатониннің бөлінуіне миымыз уже дайындала беретін болады. Сол себептен күнделікті қаншада болсын, басы 12 мен 1-ден кеш емес, бір уақытта ұйықтауымыз қажет. Және де ұйықтар кезінде жаңағы бөлмені қараңғылау керек, себебі жарықты бөлмеде мелатонин гормоны бөлінбейді. Ұйқымызды бұзбас үшін жаңағы артық заттарды төсегімізден алып қоямыз, және де телефон мысалы, чтобы жаңағы уведомлениялармен бізді ұйқымызды бұзбас үшін. Сонымен қатар бізде артық шум болмауы керек. Вот, мелатонин гормоны күндіз кішкене ғана жаңағы мөлшерде бөлінеді, то же самое серотонин гормоны түнде кішкене ғана мөлшерде бөлінеді. Главное, екеуінің уақытының бөлінетін уақыты бар. Сол себептен главное, чтобы жаңағы орын спутать етпей, қажетті уақытта ұйықтап, қажетті уақытта ұйықтандыру керек. Эпифиз безін басқаша бізде шишковидная железа деп те атайды. Так вот, эпифиз гормонымен түсінікті болды деген ойдамын. Келесі бізде қалқанша безі, глиандула тироидея құрылысын көріп тұрмыз суреттен, иә? Құрылысына келетін болсақ, ішкі секреция бездерінің ішіндегі ең ірісі және де ең маңыздысы қалқанша без, ол тек қана өзінің қызметтерін ғана емес, өзге де бездердің қызметтерін тікелей влиять етеді. Сол себептен өте маңызды без. Салмағы 30-50 грамм, ол және де сол бөлімнен тұрады. Лобус декстер мінекей.
және лобус синистр. Және ортасындағы перешейка, яғни мойнағы уақытша истмус деп аталады. Қалқанша безінің топографиясы мойынның алдыңғы аймағында, көмей кеңірдектің алдында орналасады. Басты негізі достар, біз мойын омыртқасы мынандай деңгейінде, артында өңеш орналасады, көмей кеңірдек орналасады деп тағы да өзге құрылымдарын айтсақ болады. Жоғарғы жағында мынандай сүйек, төменгі жағында мынандай сүйек деп. Бірақ достар, біз оның барлығын соңында ұмытып қаламыз. Сол себептен басты негізін ұмытып қалмау керекпіз. Сол себептен негізгі информацияны ғана мен сіздерге беремін. Қалқанша безінің гормондары Т3Т4, трииодтиронин, тетраиодтиронин немесе жай ғана тироксин. Қызметтері басты сақталмасуға қатысады, белок синтезіне, натрий мен калийдің электролитті градиентін ұстап тұруға, белок, май, көмір салмасын және термогенезге қатысады, яғни организмдегі температураны басқарып тұрады десек те болады. Енді гипотериоз дегеніміз қалқанша безінің гормоны Т3 төмен деңгейде бөлінсе не болады? Ең бірінші кретинизм дегеніміз не? Ол умственная и физическая отсталость. Ол неден пайда болады? Бәйште біз айттық, қалқанша безінің қызметі ол көмір салмасына қатысады. Егер де қалқанша безінің гормондары төмен болса, көмірсуда сіңірілуі төмен болады. Естественно, бізде көмірсу организмдегі басты энергия көзі болғандықтан бізде ми тіндері әсіресе көмірсуға өте сезімтал болып келеді. Егер де көмірсу басты энергия және де басты қорек көзі жеткіліксіз болса, ми тіндері ашығады және де дамымай қалады. Сол себептен умственная и физическая отсталость болады. Ал меседема дегеніміз бір сөзбен айтқан кезде, мәште біз айтты, Т3 белок алмасуына қатысады деп, ал жасушаның ішінде белок аз болады. Белок аз болғаннан кейін жасуша іші жаңағы белок онкотикалық қысымды создавать етеді. Жасуша ішілік сұйықтық жасушаның сыртына, яғни тінаралыққа өтіп кетеді. Тінаралықта жаңағы белок өтіп кеткеннен кейін, белок өзіне, то есть су өтіп кеткеннен кейін бізде организм ісінеді. Сол сәтте бізде мектептема пайда болады. Потом бізде тиреотоксикоз деген патология бар. Егер де қалқанша безінің гормондары төмен бөлінсе, гипотиреоз, көп бөлінсе, ол гипертиреоз. Ал егер де шамадан көп бөлінсе, ол бізде тиреотоксикоз. Яғни организм уже қалқанша безінің гормондарымен уланып жатыр. Ол бізде Грейвс ауруы, Базедов, мінекей бадырақ көз көбінде. Достар, негізі гипотиреоз кезінде қандай өзгешелік болады? Тиреотоксикоз кезінде, немесе гипертиреоз кезінде қандай өзгешелік болады? Соны білсеңіздер болды. А так поподробнее, тереңірек уже 3-ші курста өтетін боласыздар. Келесі гормон қалқанша безінің тирокальцитонин. Кальцитонин негізі парад гормондан да бөлінеді, то есть қалқанша безінен де бөлінеді кальцитонин. Сол себептен қалқанша безі гормонымен қалқанша безінің гормон жатастырылмау үшін қалқанша безінің кальцитонинін тирокальцитонин деп атайды. Қызметі қандағы кальцийдің деңгейін төмендетеді. Басты қызметі осыны есте сақтасаңыздар жеткілікті. Кальцийдің деңгейін қалай төмендетеді? Бізде, допустим, қанның ішінде кальцийдің деңгейі жоғарылап кетті делік, тирокальцитонинге рецепторлар арқылы сигнал келеді, тирокальцитонин бөлінеді. Содан кейін тирокальцитонин кальцийді сүйекке апарып тығады, чтобы қандағы кальцийдің деңгейін төмендеу үшін. Сосын 3 қана механизм: сүйекке апарып тығады кальцийді, сосын асқазан ішек жолдарынан кальцийдің сіңірілуін төмендетеді, яғни поступлениені азайту керек. Сосын бүйректен кальцийдің сіңірілуін төмендетеді, сол арқылы бүйректен жаңағы кальций дәрмелерге шығып кетеді. Осы 3 механизм. Келесі бізде қалқанша маңы безі, гландула паратироидея, мінекей көріп тұрмыз, қалқанша безінің арғы жағында орналасып тұр. Саны 2 немесе 3 жұп, яғни 4 немесе 6, кейбір жағдайда одан да көп болатын. Парад гормон қалқанша безінің гормондары және де кальцитонин. Парад гормон ол бізде бағанағы айтқан кальцитонинге қарама қарсы жұмыс атқарады. Қызметтері қандағы кальцийдің деңгейін жоғарылатады. Мәселен, қандағы кальцийдің деңгейі төмендеді, сосын парад гормон бөлінді. Сүйектерден бағанағы кальцийді сүйектерді разрушать ету арқылы сүйектерден кальцийді қанға шығарады, чтобы қандағы кальций көбею үшін. ЖКТ-дан асқазан ішек жолдарынан кальцийдің сіңірілуін жоғарылатады, бүйректен кальцийдің жаңағы резорбциялануын төмендетеді, яғни кальцийдің зәрмен шығып кетуін төмендетеді. Сол арқылы қанның құрамында кальцийдің деңгейі жоғарылайды, и парад гормон өзінің қызметін атқарады деп санайды. Окей. Келесі қызметі парад гормонның фосфор алмасуына қатысу болды. Келесі бізде кальцитонин гормоны, жаңа айттық, қалқанша безінен де, қалқанша маңы безінен де бөлінеді деп, бұл жерде кальцитониннің қызметі тоже тирокальцитонинге
терапевтімен бірдей бір былайша айтқан кезде. Достар, бізде осымен бүгінгі екінші бөлім аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Мен өте қызықты ақпараттармен бөлістім. Осыған дейін өзім оқыған, білген, көрген, сіздерге де пайдалы болды деген үміттемін. Егер де пайдалы болса, видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, әдеттегідей комментарийға видео жайлы пікіріңізді қалдырып, және де видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше.